Қайырлы күн, достар. Бүгін біз араб тілінен 15-ші сабақты жалғастырамыз. Онды ашара деп атайды. 20 айшрун, 30 сәләсун, 40 арбаун, 50 хамсун, 60 ситтун, 70 сәбәун, 80 сәмәнун, 90 тисун және 100 миа. Енді санның жазылуын кәдімгідей анықтап, дұрыстап жаттап алыңыздар. Енді әс-сифат, сипаттар. Мысалға, біз стаканды араб тілінде куб деп атаймыз. Біз стаканды араб тілінде куб деп атаймыз. Енді мына жерде кабир және соғир деп жазылып. Кабир деген бұл үлкен деген, соғир деген кішкентай деген. Үлкен стакан болса әл-кубу кабирун, кішкентай стакан болса әл-кубу соғирун болады. Енді мына жерде тауилун ұзын, қосирун қысқа. Енді бұл жерде студентті белгілеген. Ат-толибу тауилун, ат-толибу қосирун. Яғни студенттің бойы ұзын мына жерде, ал мына жерде студенттің бойы қысқа. Одан кейін келесі мына жерде суретте сәубун бейнеленген. Сәуб деген бұл көйлек. Назифун деген таза, уасихун деген кір. Енді әс-сәубу назифун болса, көйлек таза. Әс-сәубу уасихун болса, кір көйлек болады. Енді келесі сақилун және хофифун. Сақилун деген ауыр, хофифун деген жеңіл. Әл-уазну сақилун деген салмақ ауыр, ауыр салмақ. Әл-уазну хофифун деген жеңіл салмақ. Одан кейін келесі компьютер. Компьютер хасуб деп аталады. Жадид деген жаңа, қодим деген ескі. Әл-хасуб жадид десе жаңа компьютер, әл-хасуб қодим десе ескі компьютер. Мафтух, мұғлақ деп тұр. Мафтух деген ашық, мұғлақ деген жабық. Әш-шуббаку мафтух десе терезе ашық. Әш-шуббаку мұғлақ десе жабық терезе. Нашитун деген ынталы, каслан деген жалқау. Ат-толибу нашитун, яғни ынталы студент, және де ат-толибу каслан жалқау студент. Сәхлун және соғбун. Сәхлун деген жеңіл, соғбун деген қиын. Әт-дәрсу сәхлун жеңіл дәріс, әт-дәрсу соғбун қиын дәріс. Бүгінге осы.